Сәлеметсің бе балақай? Сауат ашу сабағына қош келдің. Видеода нелерді көріп тұрмыз? Робот, қарға, қасқыр. Бұлардың барлығында қай әріп кездеседі екен? Дұрыс айтасың, р дыбысы. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Бүгін біз р дыбысы және әрпімен танысамыз. Р үнді, дауыссыз дыбыс. Ол тілдің кедергісіне ұшырап, дірілмен айтылады. Робот сөзінде р дыбысы сөздің басында тұр екен балалар. Қасқыр сөзінде сөздің соңында. Қарға сөзінде р дыбысы сөздің ортасында кездеседі екен. Яғни балалар, р дыбысы сөздің басында да, ортасында да және соңында да кездеседі екен. Дауыссыз дыбысты көк түспен белгілейміз. Қане, буындап оқып көрейік. Ра, ра. Ар, ар. Ара, ара. Тара, тара. Тар, тар. Арна, арна. Анар, анар. Р әрпін баспаша түрін дәптерімізге жазайық. Өткен сабақты көру үшін сілтемемен өтіп, қайталап көр. Жұмбақтарды шешіп көрейік. Жылт-жылт еткен, жырадан өткен. Бұл не? Дұрыс айтасың, өзен, су. Ал судың жүретін жолын арна деп атаймыз. Алма дерсің түсіне қарап, жүгері дерсің ішіне қарап, татсаң тәтті, бал шәрбатты. Бұл не? Дұрыс айтасың, анар. Керемет. Келесі кездескенше сау бол.